Тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығының көк залында кітап асыл қазына атты танымдық ойын өткізілді. Жауапты маман Зиядина Айнұр Серікқызы. Танымдық ойынның мақсаты білімнің кітап арқылы берілетінін ұғындыру, кітаптың адам өміріндегі маңызын, ғылым мен білімнің пайдасы жөнінде түсіндіру, оқушылардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру, оны күтіп ұстауға тәрбиелеу. Кітап досың, жолдасың, өмірдегі жолбасшың, жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың, жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Табыстырам бәрімен, өлең жыры әнімен, өрісіңді кеңейтем, шежір айтып әріден, қысқасы білімнің бәрімен.